Шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмай, жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Өмір жолы. Фонтанка өзенінің жағалауынан қала сыртындағы даңғылға дейін. Санкт-Петербург. Алдымен император Елизавета бұл жерде лейб дәрігері Листокқа сыйға тартты. Кейін бұл жерге жол салу ұйғарылды. Лиштоков Шолақ көшесі осылай пайда болды. Ал 1952 жылы оның атауы өзгертілді. Қарт ақын домбырасын мылтықты қолға алғандай ұстапты. Кенет теректің жапырақтарын дауыл соғып, ағаш жапырақтары сыбдырының арасынан дабылдың үні, метрономның дүрсілі, ескі репродуктордың сатыры мен үмітті оятқан өлең естілді. Жетсін деймін сендерге жыл құсындай өлеңім, қаласында Лениннің сайып қыран өренім. Ольга Бергольц жазушы. Ол қазақ ақыны Жамбыл Жабаевтың өлеңі Ленинград радиосы арқылы тараған жазды. Ольга Бергольцтің өзі диктор болатын. Өзінің естелігінде мен бұл өлеңді шабыттанып оқыдым. Өйткені қазақ ақыны Жамбыл Жабаевтың хатын жергілікті тұрғындардың Ленинград радиосы арқылы тік тұрып тыңдарғандарын көрдім деп жазды. Шалғайдағы Қазақстаннан жеткен осы хабар-ошар көрінбейтін, бірақ үзілмейтін жіппен қоршаудағы Ленинградты алып елмен байланыстырды. Қала жасай бермек. Ленинградтағы қоршауда менің атам көз жұмды. Әкем қайтыс болды. Сан мыңдаған адам аштықтан қырылды. Көптеген адам. Ладыш теңізінің солтүстік бөлігінде қалған адамдардың ешқайсысы тірі қалмады. Біздің 314 дивизияда алғашқы шақырылғандардың арасынан тек 1000 ғана аман қалды. Бірінші тарау. Алда үлкен шайқастар тұр. 50 шақты реконструктор, 300-дей көрермен, прожекторлар, пиротехника және ұлы соғыстың шағын көрінісі. 1941 жылы қыркүйектің 8-інде кешкісін фашист бомбылаушылары қоршауда қалған Ленинградқа кезекті шабуылын жасады. Міне, мына қоршаудағы дүйсенбі 900 тәулікке ұласқан қайғылы күндер басталды. Бекіністер салынды, оқушылар қала маңындағы жерлерде егін жинады. Үйлерді әуе соққысына қарсы дайындады. Әуе шабуылдар кезінде де жұмыс бір толастаған емес. Қалада ленинградтықтар және оккупацияланған аудандардан келгендер бар. Барлығы 2,5 миллион адам. Қоршауда қалған қалаға бәрі көмектескісі келді. Мысалы, мына фотосуретте әскери Ленинградтың шатырында Дмитрий Шестакович әуе шабуылын бақылап күзетте тұр. Жергілікті әуе шабуылынан қорған штабы сөйлеп тұр. Әуе дабылы. Әуе дабылы. Жамбылдың жан шталар айдахар, жаталмаймын төсекте. Жаным қалай жайланар деген өлеңін дұғасындай оқып шатырда кезекті от тұтатқышты тұтанғыш бомбаны алып суға тастады. Әлия Молдағұлова. Балалар үйінің тәрбиеленушілері Ленинград маңындағы пионер лагерінде демалып жатқан. Бұл сурет сол кезде түсірілген. Ұлы отан соғысы басталғанда балалар үйінің тәрбиеленушілері Әлия Молдағұлова Северская станциясы қасындағы лагерде жүрген. Балалар Ленинградқа тек 2 аптадан кейін жеткізілді. Үлгілі топ басы сыныптың мақтанышы 16 жасар Әлия қыспаққа алынған. Аш қалған қаланы жаудан құтқару үшін майданға тезірек аттануды армандады. Сол кезде Ленинградтықтарды тітіреткен оқиға Бадаев қоймасындағы өрт. 1941 жылы қыркүйектің 8-інде болды. Осы оқиғадан кейін Ленинградтықтар жағдайдың қаншалықты күрделі екенін түсіне бастады. Азық-түлік тапшы. Қыркүйектегі норма балалар мен қызметкерлерге.
250 қараудағы жанға 300 грамм, жұмысшыларға жарты келі нан. 2 айдан кейін бұл орындалмайтын арманға айналды. 20 қараша, бейсенбі. Ленинградта тағы бір рет, есеп бойынша 5-ші рет берілетін нанның нормасы азайтылды. Енді тәулігіне жұмыс карточкасына 250, ал өзгелерге 125 грамм нан үлестірілетін болды. Артиллериялық шабуылдар жалғасуда. Бүгін қалада 100 снаряд жарылды. Осындай жағдайда Ленинградта шахмат ойыннан біріншілік өтті. Жоқшылықты жеген нанның дәмі аузымыздан ондаған жылдар бойы кетпеді. Одан тәтті аш шоқтай көрінді, деп есіне алады Леонид Каратузов. Оны өліммен соғыс құтқарып қалды, жетімді әскери бөлім асырап алды. Мен ол кезде бала болатынмын. Полктың баласы болдым. 44-ші жылы жарақат алдым. Госпитальдарда емделдім. 45-ші жылы мені емханадан шығарып салды. Протез салды. Бәрін жасады. Госпитальден шыққан соң балалар үйіне жіберді. Ол әлгі қаһарлы қыз қайталанба үшін алғашқылардың бірі болып, медкомиссиядан мүгедегі күн жасырып аяқсыз тың дегеруге аттанды. Снарядтар жарған Нева өзеніне су алғандар, күнжара, целлюлоза, жоңқадан жасалған бір үзім нанды қолына қысқан, көз жұмғандарды шанамен тасыған, радио қабылдағышқа құлағын түрген ленинградтықтар үшін өмір тоқтап қалғандай еді. Аштықтан әлсіреген дауыстары эфирден «Біз берілмейміз, біз ешқашан берілмейміз» деді. Екінші тарау. Қасиетті дуалдың қасында. Журналистер мен жазушылар майдандағы репортаждарын немесе қоршаудағы қалалықтар өмірі жайлы суреттемелерін алып, радио үйіне асықты. Тілшілердің көбісі жауынгерлер болатын. Мысалы, қазақ тілінде шығатын Отанды қорғау газетінің Ленинградтық редакциясы алдыңғы шекте болды. 5 қызметкердің ешқайсысы да кәсіби журналист емес еді. Қоршауда қалған шеңберде қалалық, майдандық, дивизиялық барлығы 40-тан астам көп тираждық басылым бірнеше тілде жарық көрді. Менің текке жер басып жүргенім жоқ. Фашистердің байлаймын басына оқ. Қашуға да шамалары жетпестен, жатсын жерде сүйектері шашылып. Қасиетті дуалдың қасында. Үйден көптен күткен хабар секілді, газеттердің бас мақаласына айналған қасиетті жолдарды әскери бөлімдердің саяси жетекшілері орыс және қазақ тілдерінде оқыды. Қазақстанда жасақталған әскери құрамалардың 3-тен бірі Ленинградты қорғауға қатысты. Ленинград үшін қазақтың бірлескен 4 әскери тобы шайқасты. Шамамен 50 мың қазақстанды қоршауда қалған Ленинградты азат етті. 310-шы ақмолалық әскер жауды Синявин батпағында тоқтатты. 314-ші әскер Свир өзенінің шебін қорғап фашистерге Ленинград маңындағы екінші қауіпті шеңберді оқшаулауға жол бермеді. Бөлім тек біздікілерден құралды. Оның құрамында 11 мың жауынгер болды. Қолбасшылар құрамы бірінші генерал Шевельков болды. Міне мына жерден оның фотосуретін көріп отырмыз. Туған жерге Петропавлға майданға аттанған 11 бөлім ғана оралды. 310-шы ақмолалық бөлімде алғашқы 3 айдың өзінде 7 мың сарбаз қаза тапты. Есімдері беймәлім және белгілі қазақстандық қаһармандардың қаншасының сүйегі күні бүгінге дейін Ленинград жерінде жатыр. Еріктілер, партизандар, тұтқыннан қашқандар, әскерге шақырылғандар. Қызметтестері Саша деп атаған Баймағамбетов Сұлтан жауынгұсын кеудесімен жауып қалды. Мерген Сәрсенбай Рүстембеков 279 басқыншыны оққа ұшырды. Жеңіс тарихына пулеметші Тастақ Назаровтың, айырылмас достары Иван Гуза мен Шанхан Косовтың ерліктері және басқа да ұмытылмас оқиғалар жазылды. Ақын Жамбыл Жабаев, Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің деп жазғанда жан жарасын, Ленинградтықтар үшін қиналғанын өлең жолдарына сыйғызған. Ленинградтық өрендерім деген кезде қоршауда қалған қаланы қорғап жатқан қазақстандықтар үшін жаны күйзелді. Сыны Казахстана, которые защищали Ленинград. Олар туған қаласына айналған шаһарды және оның тұрғындарын қорғады.
өмір сыйлайтын жолмен қамтамасыз етті. Қазақстан ондаған мың ленинградтықты паналатты. Көшіп келгендердің көбісі соғыстан кейін де осында қалды. Жамбыл Ленинградқа келіп қорғаушылармен бірге бір қатарда тұрды. Жамбыл ленинградтықтарға пана болды. Әкенің ұлы мейірімінің оянғаны, кеңес халқының бауырмалдығы, жанашырлығы бәрі көзге түсті. Үшінші тарау. Алматыдан Ленинградқа. Бауырмалдық, туысқандық, жерде де, көкте де, суда да крейсер Кировтың тар тұрғын жайларында да білініп, естіліп жатты. Жабықпағын Ленинград, отан әмір берген шақ, сап-сап қол барар, қорғап сені ол қалар. Соғыс басталған кезде нөмір 1 нысанға айналған Киров фашистерге Таллиннің өзінде тыным таптырмады. Крейсер Ленинградты бірнеше ай бойы қорғады. Крейсер Киров 1934 Киров крейсері 1934 жылы суға жіберілді. Сол кезде Ленинград обком партиясының бірінші хатшысы Сергей Миронович Киров Қазақстанға хат арқылы үндеу жолдап, жаңа кеме Киров атындағы крейсер құрастырылғанын, Киров большевиктерінің коммунистері крейсерге иелік етуді Қазақстан комсомолдарынан өтінетінін жазыпты. Чтобы казахстанцы комсомол взял шефство над этим крейсером. Қоршау кезінде қаһарман кеменің бортында қазақстандық 156 теңізші қызмет етті. Олардың бір бөлігі 41 жылы келген. Қазақстан комсомолы орталық комитетінің шақыруымен Қазақстаннан 7-8 сыныптағы 50 оқушы барды. Дәл осы крейсердің зеңбірегі Гитлер әскерінің қаланы қыс түспей тұрып жаулап алу жоспарын жүзеге асыруға мұрша бермеді. Жау авиациясы Балтық флотын қатты заландырды. Киров аса ауыр соққалды, бірақ қарсы тұра білді. Бұған қоршаудағы қаланың қолдауы сеп болды. Әуе шабуылына қарсы прожекторлар Ленинград аспанын жарықтандырып, фашист құзғындарын әшкерелеп, зенит атқыштарына жау ұшақтарын жоюға көмектесті. Гитлердің авиациясы Ленинградтың отты қалқанын жою үшін 42 жылдың көктемінде тағы талпынды. Айш-100 операциясы мұздағы соққы. Нева өзенінің суында қатып қалған флотқа ауыр бомбалаушылар шабуылдады. Теңізшілер бүлінген жерін жөндеп алды, ал келесі күні фашистер бүкіл әлемге жексұрын крейсері жойылды деп мәлімдеді. Шын мәнінде фашистер оның сыңарын жойды. Сол макет болып шықты. Осылайша теңізшілер әккі жауға айласын асыра білді. Балтық жағалауы құрметті қонақтарды қазақ халқының сапар тобын қабылдады. Әсіресе Қазақстан иелік еткен Киров крейсеріне ерекше құрмет көрсетілді. Қонақтар Балтық тұрғындарына қазақ халқы ыстық сәлеммен қатар 18 вагонға жүк болған азық түлікті сыйға тартқанын жеткізді. Эпилог. Бұлбұлдар тағы ән салады. Ленинград 41-42 жылдың қаһарлы қысынан кейін қайтадан көтерілді. Қоршау әлі бұзылмаған болатын. Жартылай қираған қаланың көшелері таза, қалалық гүлзарда шалғам мен қияр гүлдеді. Трамвай қоңыраулатып алып, Нева даңғылы бойымен өмір жолына қарай зуылдап бара жатқандай болды. Енді ленинградтықтар қарт ақынның бұлбұлдар тағы ән салады деген сөзіне соңғы үмітпен емес, жаңа күш қайратпен сене бастады. Жетсін деймін сендерге жыл құсындай өлеңім, қаласында Лениннің сайып қыран өренім. Ол Ленинградтан жеткен хатты қандай қуанышпен оқыды десеңізші. Қоршауда болған бой жеткен Әлия Молдағұлова бұл кезде мықты мерген болады. Мына фотосуретте Әлия Молдағұлова мен мергендер мектебінде бірге оққан қыздар көрсетілген. Жақын құрбылары. Олар солтүстік батыс майдандарының бірінде, бір батальонда, бір дивизияда болған. Оның үстіне қос құрбысы Әлияның жасаған ерліктерін және оның қалай қаза тапқанын өз көздерімен көрген. Ауыр жарақат алған ол Ленинград үшін, Қазақстан үшін, отан үшін, жеңіс үшін өзінің соңғы күресіне жолдастарын аттандырды. Әлия 2 апта бойы туған қаласына айналған Ленинград қоршауының қалай бұзылғанын көре алмай кетті.
Бірақ Киров крейсерінің төбесіндегі мерекелік алаулар соның және қаза тапқан мыңдаған адамның құрметіне арналды. Өйткені олар өмір жолын салды.